Көңілді күймен келдік ауылға, кәне шығыңдар достар далаға. Атымызға мінейік, жасыл жайлау көрейік, өлең айтып бәріміз көңілді балдырған. О, көңілді балдырған. О, көңілді балдырған. Балалар, апаларың мен аталарыңның тілін алып ақылды болып жүріңдер. Құлындарым менің. Қозларым менің. Апау! Апа, бауырсақтарың қандай дәмді? Маған да үйретші. Әрине ботам, қыз баласы ас дәмнің түр-түрін даярлай білуі керек. Біз екеуміз құртта жасап, майда шайқаймыз. Алақай! Құлындарым, ауыл дәмін сағынып қалыпсыңдар ғой. Ой! Ай! Ай-ай! Ай! Ыстығым-ай! Қалдым-ау! Ай-ай! Ай-ай! Ой! Ой! Ай-ай! Мәссаған! Ай! Сен кімсің? Ой! Аюмын. Ту, кекілім су боп қалды-ау. Ха-ха! Мінеки. Досым, әне біреусінен маған да перш? Ала ғой.
не деген тәтті. Одан да құрт жақсы екен. Дәмді. Ей, Ою, сен қайдан келдің? Оюлар патшалығынан. Оюлар патшалығы дейсің бе? Ол қайда? Тіршіліктеріңе сән беріп тұрған күллі оюдың ар жағында оюлар патшалығы бар. Асыр салып ойнап жүредім, үстімнен ыстық жауын құйып кетті. Абдырап тұрып қалғанымда, анамның тың қарақлығына ілінбей елге қайтарсын деген сөзін естідім. Көзімді ашқанда, не болғаны өздеріңе белгілі, достарым. Менің тынышымды алған сендер екенсіңдер ғой. Сонда сен, күн сайын, оюлар патшалығына оралуың керек пе? Я, достым. Достарым, мына үйшік неткен керемет. Бұл... Ай! Ей, сендер кімсіңдер? Оюмын. Менің атым Мәди. Айзере, Ал мұнда қайда келдіңдер? Астанадан. Оюлар патшалығынан. Бұл біздің жеріміз. Бұл біздің атамыз бен апамыздың үйі. Ей, сендердік емес. Біздің туған ата-әжеміз. Ей, жігіт болсаң, тұрсатын жеріңді айт. Қорада, кешкі 9-да. Ей, доғарыңдар. 9-ға 2 минут қалды. Ал біздің жігітіміз әлі жоқ. Мә саған! Бірінші раунд. Ақсерке алға! Ақсерке алға! Ақсерке алға. Ақсерке алға! Ақсерке алға. Ақсерке алға! Бері! Бергелдейім, жақындасаңшы. Ақсерке алға. Жеңіс біздікі. О, әжеміз бен атамызды оңай бере салмақпысың? о. Ха! Иә! Ол енді біздің досымыз. Ата-әжесін осынша жақсы көретін балалар ғана біздің досымыз бола алады. Ендеше достардың құрметіне би кеші. Кәнеки.
Қара жорға болмаса, бидің сәні келеме. Қос етек көйлек кимесе, қыздың сәні келеме. Қара жорға болмаса, бидің сәні келеме. Қос етек көйлек кимесе, қыздың сәні келеме. Бұл қазақтың ұлттық биі қара жорға. Қара жорға болмаса, бидің сәні келеме. Қос етек көйлек кимесе, қыздың сәні келеме. Қара жорға болмаса, бидің сәні келеме. Қос етек көйлек кимесе, қыздың сәні келеме. Қара жорға болмаса, бидің сәні келеме. Қос етек көйлек кимесе, қыздың сәні келеме. Қара жорға болмаса, бидің сәні келеме. Қос етек көйлек кимесе, қыздың сәні келеме. Айзере! Астана өте әдемі қала. Мұнда бәйтерек кешені бар. Ол туралы ел арасында мынадай аңыз қалыпты. Ертеде бір алып самұрық құс мидай жазық далада жайқалған саялы бәйтеректің ұшар басына ұя салыпты. Текті құс бір жұмыртқа ғана басыпты. Самұрық азық іздеп ұясынан алыс кеткенде тілінен уыты төгілген жылан ағаш басына өрмелеп шығып, жалғыз жұмыртқаға ауыз салған екен. Мұны алыстан жолаушылап келе жатып, мәуелі ағаштың саясына тынықпақ болған батыр байқап қалады. Ол аждаһаға қылышын сермеп, қорықпастан айқасқа түседі. Жылан айбаттанып, батырға тап бергенімен, оның күші мен қайсарлығына қарсы тұра алмапты. Қас батыр жыланды қылышымен тілгілеп, жер құштырып, самұрық құстың жұмыртқасын ұяға қайта салған екен. Міне, сол самұрық құстың жұмыртқасын тербеткен мәуелі ағаш бәйтерек ғимаратына айналыпты. Ой, мәссаған. Көрпеміз қайда? Достарым, енді не болмақ? Туған елімнен қол үзгенім бе? Ай! Ой! Ай! Алақай, ойу, сүйіншіңді берем деші. Оюлар патшалығынан маған сыйлық әкеліп берем деші. Әкелем. Сен топ етіп, басқа ғаламшарға түсіп, атамекеніне орала алмай қалсаң, не істер едің? Мен жылайтын едім. Ал мен болсам, ойы досымыз сияқты елге оралар жолды міндетті түрде табар едім. Көңілді күймен келдік ауылға, кәне шығыңдар достар далаға. Аты
атымызға мінейік, жасыл жайлау көрейік. Өлең айтып бәріміз көңілді балдырған.